Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге Zoom бағдарламасында сессионный зал, яғни залға бөлу функциясын көрсететін боламын. Ол үшін zoom.as сайтына кіреміз. Және мұнда войти в систему. Мұнда өздеріңіздің логин парольдеріңізді жазасыздар. Мен Google арқылы кіремін мысалы. Кірдік. Кірген кезде мына настройка дегенде басамыз. Және де на конференции расширенный дейтін бассаңыздар, сессионный зал деп тұрады. Осыны қосамыз. Бұл автомат түрде сақтайды осы настройканы. Шыға бергілеріңізге болады. Енді міне компьютерімізде орнатылған Zoom бағдарламасын ашамыз. Ондан да мен мысалы Google арқылы кіремін. Өздеріңіздің сіздер логин парольдеріңізбен кірулеріңізге болады. Открыть приложение деп басамыз. Дәл қазір ашылды бізде. Енді бұны мысалы қосамыз. Сессионный залды қалай қолданамыз? Сессионный залды мына жерде добавить етіледі функциясы. Басасыз, ручныйға қоясыз. Енді автоматты түрде бөліп тастауға да болады. Немесе участниктің өзі залды таңдайтын етуге болады, немесе өзіңіз қолмен бәрін жасауға болады. Мысалы, неше топқа бөлесіз, соны жазасыз мына жерге 4 немесе 2 деген сияқты. Жақсы, 2 залға бөлейік. 2 зал создать етілді бізде. Мысалы, мынаны күту залы деп айтайық. Мына мысалы қорғау залы. Немесе сіздер мысалы 3 топқа бөліп А тобы, Б тобы, С тобы деген сияқты 3-ке бөлулеріңізге болады. Енді мұнда назначить деп бассаңыздар, каждый адамның списогі шығады. Қазір Zoom-ға кіріп отырған. Қазір ешкім кіріп отырған жоқ, сондықтан менде ешкімнің списогі жоқ. Бұл мысалы 2 зал қосылып тұр бізде. 2 залдарды ашып қойайық қазір. Енді бізде қазір 3 түрлі 2 залымыз бар, және де тағы мысалы сыртында тұрғаны бар. Мысалы бұл енді не деп алайық? Коридор деп алайық. Коридор және де 2 кабинет тұр бізде. Күту залы мен қорғау залы. Енді кірген біз қазір коридорда тұрық. Күту залына кіріп шыға аламыз мысалы. Күту залына кірдік. Қазір күту залына кіреміз. Бұның ішінде отырған адамды тыңдай аламыз, көре аламыз, сөйлесе аламыз. Және де міне қазір мысалы күту залына кірдік біздер. Қайтып залдан шығып кетіп мысалы основной сеанс деп тұр. Бұл яғни коридор деп алайық. Коридорға қайтып шығамыз мысалы. Сіздер бұл жерде мысалы коридорда сіздер ешқандай залға кірмеген адамдармен сөйлесе аласыздар. Қорғау залына кірсеңіздер, яғни қорғау залында отқан адамдарға ғана сөйлесе аласыз, солармен ғана тілдесе аласыз. Кезек-кезек. Барлық залға қатарынан кіре алмайсыз. Енді бұл топпен жұмыс жасауға өте ыңғайлы, және де жаңағыдай бірдемені қорғаған кезде де мысалы балаларды бір-бірлеп кіргізіп, бір-бірлеп қорғатуға да жақсы, мысалы басқа балалар отырады деген сияқты. Сол қысқаша залды түгелдей жауып тастап, немесе барлығын бір неге бұрынғыша жалғастыра берсеңіздер де болады.